Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақта анимация құру тақырыбын жалғастыратын боламыз. Миға шабуыл сұрақтарына жауап берелік. Жаңа нысанды қалай құруға болады? Костюм ауыстырғанда қандай командалар қолданылады? Бүгінгі сабақта үйренеміз. Жаңа нысанды саламыз, кейіпкерге костюм құрамыз, анимация жасаймыз. Балалар, алдыңғы тақырыпта тоқталып өтілгендей, Scratch'те жаңа нысан құру 3 әдіспен жүзеге асады. Біріншісі нысанды компьютерден жүктеу, екіншісі нысанды салу, үшіншісі нысанды Scratch кітапханасынан таңдау. Нысанды салу батырмасын басқаннан кейін алдыңызда осындай экран пайда болады. Үстіңгі жағында нысанның ішін бояу элементі орналасқан. Нысанның сыртын бояу элементі, меңзер, қылқалам, түспен сурет аймағын бояу, түзу сызық, өшіргіш, мәтінмен жұмыс, шеңбер, тік төртбұрыш батырмалары орналасқан. Енді спрайтымызды Scratch'те салып көрелік. Ол үшін спрайт таңдау батырмасын басамыз, салу батырмасын басамыз. Алдымызда тереземіз шығады. Бізде қазір смайль салу керек. Ол үшін біз шеңберді таңдаймыз. Ішін сарыға бояймыз. Саламыз. Қылқаламды таңдаймыз. Ішін қараға бояймыз. Қылқаламның көлемін үлкейтеміз. Көлемін 60 қыламыз. Екі көзін саламыз. Қылқаламның көлемін кішірейтеміз. Келесі костюмді құрамыз. Костюмді құру үшін костюм құру батырмасын басамыз, салу батырмасын басамыз. Келесі смайлігімізді саламыз. Бұл бізде керісінше ұнаған смайлік болуы қажет. Жақсы, біз спрайтымызды салдық және костюм құрадық. Келесі спрайтымызды саламыз. Ол үшін спрайт таңдау батырмасын, салу батырмасына барамыз. Тік төртбұрыш таңдаймыз. Және ішіне екі тік төртбұрыш саламыз. Ішін әртүрлі түске бояймыз. Біріншісін жасыл түстеп алайық, екіншісі бізде қызыл түс болсын. Және салынған нысанымыздың көлемін өзгертуге болады. Енді үшінші спрайтымызды саламыз. Ол бізде нұсқауық, яғни стрелканы салуымыз керек. Ол үшін біз тік сызық фигурасын аламыз. Екінші тік сызықты аламыз. Үшінші тік сызықты аламыз. Спрайтымыз дайын. Спрайтымыздың көлемін кішірейтейік. Енді салған спрайттарымызға скрипт жазалық. Стрелкаға жазамыз. Яғни, біз жасыл туды басқан кезде стрелкамыз не істейді? Осыны жазамыз. Яғни, бірінші оқиғалардан жасыл туды басқан датты командана келеміз. Басқарудан циклды аламыз. Және ішіне шартты орналастырамыз. Бізде шарт былай беріледі.
біздің стрелкамыз қандай да бір түсті көрсету керек. Егер де ол біздің екінші спрайттағы жасыл түсті көрсетсе, біздің басқару блогынан мынандай сообщение жазылуы қажет, яғни хабарлама жазамыз, я. Хабарламамыз бізде бірінші спрайтымыздағы костюмде бірінші костюм бізде күлімдеу болған, яғни біз күлімдеу деп жазамыз. Екінші шартты қоямыз. Екінші шартымыз, егер біздің стрелкамыз келесі түсті, яғни екінші спрайттағы түсті көрсетсе, келесі түсті, онда хабарлама былай жазылуы керек. Бізде бірінші спрайтта екінші костюм құрған кезде бізде мұңаю болған, Енді бірінші спрайтқа жазалық. Бірінші спрайтымызда ол жаңағы жазылған хабарламаларды алу керек. Егер ол бірінші хабарламаны алатын болса, костюм бірге ауыстыру қажет. Яғни костюмімізді костюм бірге ауыстырамыз. Егер де ол екінші хабарламаны алатын болса, онда костюмді екіншіге ауыстырамыз. Енді бағдарламамызды іске қосып көрейік. Жасыл туды басамыз. Бірінші жасыл түске апарамыз. Күлімдеу. Жасыл түске апарамыз. Мұңаю. Тапсырма. Ребусты шешеміз, шыққан сөздің анықтамасын жазамыз. Тапсырма екінші. Ссылканы басамыз. Scratch бағдарламасында жаңа нысан салуға арналған батырмалардың атын көрсет. Окей. Басамыз. Қызылмен белгіленген жер басамыз және бұл элементтің атын белгілейміз. Нысанның ішін бояу. Дәл осылай әр элементті белгілеп таңдаймыз.